Қайырлы күн достар. Бүгін біз ауызашарға арнап самса дайындайтын боламыз. 1 стакан сүт, 1 стакан жылы су, 1 қасық дрож, 1 қасық тұз және де 1 қасық қант салдым. Араластырып аламыз әдемілеп. Және жуып алған жұмыртқамызды қосамыз. Және де 4-тен 1 бөлігін маргарин, майды қосатын боламыз. Осылай әдемілеп араластырып алып, ұнды саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Көтерілгенше қойып қоямыз. Және етімізді осылай кішкентайдан турап аламыз, кубиктап. Сосын әдемілеп жуамыз, қызарғасын қуырып аламыз. Және осылай қуырып болғасын, бетіне 2 жуаны осылай салып жібердім. Және де чеснок қостым. Әдемілеп араластырып, тұз, паприка, бұрыш, үшеуін осылай салып, әдемілеп араластырып, астын жай басып қойдым. Және жаңағы ашыған қамырымызды бөлшектерге бөліп алып, қамырды жаятын боламыз. Бетіне еріген сармайды жағып, осылай 4 бұрышлап морозильникке 10 минутқа қойып алдым. Және морозильниктен алып, осылай 4 бұрышлап жайып, ішіне салмамызды салып, дайын тұрған салмамызды салып, әдемілеп 4 бұрышленген. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, дәл осылай жасасаңыздар да болады. Өздеріңіз білесіздер, бетіне жұмыртқаның сарысын жақтым. Және де бетіне кунжут болмаса мак себеміз. Самсамыз 30 минутта пісті. Маған тіркеліп кетіңіздер. Және де лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.